бәріміз сағына күткен, бәріміз куәгері болсақ екен деген бір қасиетті түннің алдында тұрмыз. Көп ғұламалар осы 27-ші түнді көбінде қасиетті қадыр түні деп болжамдаған, мөлшерлеген. Мінекей мүмкіншіліктердің алдында тұрмыз. Сіз ойлаңызшы, бұл дүниенің өзінде сіздің аз ғана мәселеңізді шешетін бір патшаның есігінің алдында тұрсаңыз, көңіліңіз қалай болады? Немесе қазір сізге қызымды берем, бермеймін деген шешімді сөзді айтатын әкенің есігінің алдында тұрсаңыз не болар еді? Немесе қазір сіздің бір мәселеңіз шешілетін үлкен бір қазынаның есігінің алдында тұрсаңыз не болар еді? Біз мінекей бүгін бүкіл тағдырымыз өзгеретін, мәселелеріміз шешілетін, күнәларымыз кешіріліп, ертең Алланың алдында дәрежеміз көтерілетін мүбәрак, қасиетті, берекелі кештің алдында тұрмыз. Барымызды салатын түніміз осы. Бәйгеде соңғы айналым деген ұғым бар. Әдетте денені қыздырып шауып келеді, бәйгенің аты мәре көрінген кезде барын салады. Аузынан ақ көбік ақса да ағызып өтеді. Тура сол секілді осы ең соңғы түндер ауыз бекіткеніміздің, берген садақамыздың, жасаған жақсылықтарымыз, біреуді кешіргеніміз, соның бәрінің қорытындысы осы бір түндер. Қасиетті қадір түніндегі дұға тілектер, ағайын туыстар қабыл болсын. Қалай сұраймыз? Ең бірінші Аллаға мақтап айтуымыз керек. Кейде біз әке-шешеміздің өзінен немесе бір жақынымыздан бір нәрсені сұрап алу үшін көке, жәке деп оның жақсы қасиеттерін сипаттап, оған жылы жүзбен қарап барып тіл қатамыз. Ал әлемдердің Раббысы Алла Тағала өзінің есім сифаттарын, өзінің қасиетті болған мүбәрак есімдерін айтқанымызды қалайды екен. Сондықтан, ей рахымды Алла рахымыңа бөлей көр. Ей Раззақ Алла ризқыңды бере көр бізге. Ей Аш-Шафи шифа беруші Алла бізге шифа бере көр дегендей, бүкіл Алланы мадақтап мақтауымыз керек екен. Екінші, адамдарға бақыттың кілтін ұстату үшін жіберген, біздерге бір Құдайға ғана құлшылық етіп, одан басқа жүрегімізді, көңілімізді байлап отырған жалған құдайларды тастау үшін мақсат қылып жіберген Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламға салауаттар, сәлемдер айтуымыз керек екен. Алланың сәлемі болсын, Алланың берекеті жаусын, адамзаттың абзалы болған Мұхаммед алейхиссаламға деп пайғамбарға салауат айтамыз. Одан кейін мүмкіндік болса, Алладан бірінші күнәларымызға кешірім сұрауымыз керек. Ей Алла, кешір менің біліп білмей істеген, жасырын жария жасаған үлкен кіші күнәларымды Алла кешір деп тәубе қыламыз. Тәубенің 3 шарты бар. Бірінші, шын өкінуіміз керек жасаған дүниемізге. Екіншіден, Алладан кешірім сұрауымыз керек. Үшінші, барынша ол нәрсеге жоламайтындай қашып қайталамауымыз керек. Ал енді ортамыздағы күнә ол бір пендемен болатын болса, ол пенденің қарызы болса қайтаруымыз керек. Қолымыз тиіп кеткен, тіліміз тиіп кеткен болса, кешірім сұрап, оның разылығын алып алуымыз керек. Бұл әрине қосымша 4-ші шарт. Мінекей осы Алладан кешірімдерді сұрап болғаннан кейін дүние ақыретте не қажетіміз болса, соның бәрін сұрауымыз керек. Тіптен пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам бәтіңкелеріңнің, яғни аяқ киімдеріңнің бауы үзіліп қалса, соған бір үзілмейтін бауды да сұраудан Алладан арланбаңдар дейді. Керісінше Алладан сұрамасақ, Алла ренжиді екен. Ал керісінше Аллаға мұқтаждығымыз сезіліп, оның алдында қарапайым, кішірейген халде сұрайтын болсақ, Алла сөзсіз дұға тілектерімізді қабыл етеді екен. Алладан сұраған кезде біздің жүрегіміз міндетті түрде дұғаға қатысу керек екен. Ал енді Алла берші маған, Алла мына тілегімді қабыл етші деп тіліміз айтып жатқанмен, жүрегіміз басқа нәрсені ойлап, қиялымыз басқа жақта тұратын болса, ол дұға Аллаға көтерілмей қалады екен. Жүректің қатысуы болмаған дұға Аллаға көтерілмейді екен. Сондықтан шын жүрекпен бүкіл есіл дертімізді, болмысымызды Аллаға бойсындырып отырып сұрауымыз керек екен. Және Алладан сұраған кезде кішірейген халде. Біреуге күніміз түсіп тұрса, біз қалай сұрар едік? Біреуге күніміз түсіп тұрса, мүлайым, кішірейіп, оған еш зиянымыз тимейтін, шамамыз жетсе пайдамыз тиетін халде тұрып сұрайтын ек. Ал бізді жоқтан бар қылған, бір тамшы жеркенішті судан көркем, біреулер оны сүйетін, біреулер сағынатын, біреулер жақсы көретін адамға айландырды ғой Алла Тағала бізді. Сондай бір Алла барымызды беріп біздің дәрежемізді көтерген құдіреті күшті Құдайдың алдында кішірейген халде, алақан жайғанда да тәкаппарсынбай, шалқаймай, еңкейіп, бойсынып, өзімізді қусырып, мұқтаж халде сұрауымыз керек екен. Және сұраған кезде қайталап сұрауымыз керек екен. Алланың ырысқы беретін, дұғаларды қабыл ететін есігін қайталап қаққан сайын, Алланың рахымы бізге
ашылып, Алладан бізге ізгі жауаптар келеді екен. Сондықтан мына мүбәрак түнде пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламнан сол түнге сәйкес кеп қалсақ не деп тілейміз дегенде, мына тілекті көп айтыңдар деген екен. Ей рахымды мейірімді Алла, сен кешірімдісің, сен кешіргенді жақсы көресің, бізді кешіре көр. Аллахума инни афуан тухиббул ғафуа фаъфу анна. Ей Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, бізді кешіре көр деген дұғаны көп айтыңдар деген екен. Сондықтан осы міне кешірімнің айы, мүбәрак ай және мүбәрак түндер. Осы түндерде бүкіл періштелердің патшасы болған Жәбірейіл періштенің өзі аспан мен жердің арасында сәлем жалғасу үшін біз тарапымызға келеді екен. Аспан мен жердің арасында таң рауандап атқанға дейін сәлем жалғасады екен. Тіптен қадір түні болған кезде күннің өзі шапақсыз шығады екен. Тіптен ол күн көтерілген кезде шайтандардың ол іске араласуына Алла тағала мүмкіндік бермейді екен. Мінекей ағайын туғандар, дос жарандар, құрметті достар, тағдырлар өзгеретін, бүкіл армандар орындалатын, не тілесек тілектер сөзсіз қабыл болатын мүбәрак түннің алдында отырмыз. Алла баршамыздың ықыласымызды арттырып, Алла баршамызға жәрдем етіп, жүрекпен беруші болған Аллахқа ұмытпастан ықыласпен дұға қылуымызды нәсіп етсін.